Ол бір дәйек ретінде мен сізге Міржақып Дулатұлының бақытсыз жамал романының түпнұсқасынан үзінді келтіргім келіп тұр. Альхамдулилля сіз, машалла сіз, біздің қазақтың сөздерімен өмір сүрдік қой дейтін жерлесім Мақсатқызы Баян апама үндеу жасағым келіп тұр. Жалпы Баян Мақсатқызы, мен дінтанушы ретінде, жалпы қазақтың тарихын жете зерттеген кісі ретінде мен сізге айтарым, сіз айтып отқан тейктер сізге дейін де айтылды, сізден кейін де айтылады, және оның үрдісі жалғаса бермек. Не үшін? Ең біріншіден тарихты дұрыс зерттемеген үшін. Екіншіден, халықтың бос, ешқандай дәйекпен қуатталмаған сөзге аса қатты беріліп еруіне байланысты. Сіз де білетін боларсыз, маған дейін де қаншама сауатты тарихшы ағаларымыз, өлкетанушы ағаларымыз сізге ескерту, үндеу жасады, дәлелдер келтірді. Мен де енді солардың қатарынан болғым келіп отыр. Неліктен? Өйткені біздің қатарымыз неғұрлым көбейген сайын, соғұрлым халықтың арасында дерек пен сауаттылық арта түседі. Сол бір дәйек ретінде мен сізге Міржақып Дулатұлының бақытсыз жамал романының түпнұсқасынан үзінді келтіргім келіп тұр. Үстімде көріп отқаныңыздай мен арабша лексикадан енген фразеологизмді, сөз тіркесті қызылмен белгілеп қойған едім. Бұл кітаптың түпнұсқасын сіз Казнеп онлайн кітапханасынан іздеп қарасаңыз болады, барлығы ашық доступта тұр. Енді мен осы үзіндіні сізге оқып берейін. Не делінген жалпы? Жұрт бұған қарап, қалай ауылнай, төре қызметіңе разы болды ма дейді. Не жұмыспен келген екен деп сұраған соң ауылнай айтты дейді. Әлхамдулилля, өзімді бек мақтап, қолымнан қайта-қайта спасибо деп ұстады дейді. Оны аз десеңіз, мен сізге өзіміздің ортақ жерлесіміз, отандасымыз Құмар Қарашұлы атамыздың еңбегінен үзінді келтірейін. Ол кісінің ойға келген пікірлерін дейтін еңбегі бар. 1910 жылы жарық көрген. Сол еңбегінде ол кісі не деп айтады? Мәселен, 7-ші бөлімінде ол Шураның 2-ші жылдық 12-ші баспасында шыққан сауалға жауап береді. Яғни ислам дініне кім артық қызмет қылды, кім өзінің үлесін қосқан деп. Сол кезде ол кісі былай деп айтады. Ол кісіні мен шүбесіз Әш-Шейх Мұхаммад Ғабдух дер едім дейді. Содан кейін ол кісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның атын атаған кезде Расулалла саллаллаху алейхи уассалам деп пайғамбарға салауат тілеп, арабша фразеологизмдерді емін-еркін қолданған болатын. 90 сөздің тобықтай түйіні сіздерге айтарым. Сіздер ең алдымен, біріншіден сіздер қазақтың тарихы, нағыз тарихы, өтірік кітаптарды емес, осы мұрағатта жазылған төте шағатайша жазуларды сіздер оқып білмейсіздер. Ол бір. Екіншіден, оқып білмегеннен кейін оқып білгендердің тілдерін алмайсыздар. Білмегеннен кейін. Үшіншіден, сіздер осындай дәйегі жоқ, нақты себебі жоқ, дәлелі жоқ сөздерді халықтың арасында өзіңіздің даңқыңыздың арқасында таратып, ауызбіршілігі онсыз да бытырап біткен халықтың арасына одан бетер сызат сүресіздер. Оның себебінің қажеті жоқ. Сондықтан да баршаңызға айтарым, егер де сіздер тарихты оқыңыз келсе, ескі көне жазбаларды оқып, тарихтың шынайы келбетімен танысқыңыз келсе, менің нөміріме жолықсаңыз болады. Менің жалпы телеграм арнам болсын, шағатайша, төтеше, рунаша үйрететін курстарым болсын, барлығы осы ақпараттарды қамтиды, барлық жайлы сол туралы қызықты ақпараттар айтылады. Баршаңызға қайырлы әлем болсын.